Кешегі Кенесары бабаларың Көкшетауда Аршет Ақпатшаның әскерімен 10 мың әскер келеді, қырып тастайды. Мылтықпен, Кенесары қылышпен, найзамен 15 мың әскерін тағы жібереді. Сол кезде мына Қиуа Қоқанның бектері, мына оңтүстік Қазақстан Созақ қамалы деген болған. Созақты қоршап, қала салып, сол Созақты өздерінің бектерін қойып қойған, тұтас жаулап алған сол кезде. Бұл Абылайдан кейін болып жатқан жағдай. Сонда Қиуа мен Қоқанның бектері 18 түрлі салық жігіттер. Жылқың бар, аша тұяғың бар, дәнің бар, терің бар, мүйіз бар. Соның ішінде қыз салығы деген бар екен. Қазақтың 13 пен 17 жастағы өрімдей әп-әдемі қыздарын әрбір рудан кеп 3-4 күнін алып кетеді екен. Одан асқан қорлық бар ма? Сендер елестетіңдер, дәл қазір елестетіңдер. Басқа бір мемлекет келіп, сендердің қарындастарын алып кетіп жатыр. Шамаларың жетпейді. Ештеңе дей алмайсыңдар. Бірдеңді сендер өлтіреді. Созақтың бегі, тәкаппар бегі бағанағы. Күніне қазақтың жас бір қызын қойныма салып отырасың деген. Қараңдар, солай істегенде, онда бірде-бір жігіт ештеңе дей алмайды жаңа жерде. Бұны кімге айтамыз деген кезде Кенесарыға дейді ғой. Кенесары анау Көкшетауда ақ жеті, бер жеті қырғын жасап жатыр мысалы. Осы сөзді қазақтың қызының абыройы тапталып жатыр деген сөзді естіген кезде Кенесары бүткіл жігіттерін көтеріп қазақтың батырларын Көкшетаудан ойлаңдар Созаққа дейін қанша шақырым, 2000 шақырым. Егер атпен жай жүретін болса, бір ай жүреді жігіттер. 6 күнде келген ғой, 6 күнде. Әр жігіт 3 аттан 3 атпен шауып отырады. Мына шаршаған кезде мына атқа мінеді, мына ат шаршаған кезде мына атқа мінеді. Сонда аттың астына, аттың тілінің астына мына қойдың құйрық майы бар ғой, қазақи қойдың құйрық майы, соны кертіп аттың тілінің астына қояды екен ғой жаңағы. Сонда ат не шөлдемейді, не қарны ашпайды. Күш өзінде болады, шауып отырады. 6 күн деген кезде Кенесары Созақты қоршайды ғой. Кім келді дегенде Кенесары дейді. Сонда бағанағы тәкаппар бектің басын алған екен. Кім үшін? Қазақтың қызының абыройы үшін. Кім үшін? Осы елдің тұтастығы үшін. Ұрпағым қор болмасын, ұрпағым құл болмасын деп барлығы сол үшін соғысты ғой. Мына елді солай қорғады жігіттер. Бүгін найза алып, қылыш алып көшеге шығатын заман емес жігіттер. Бүгін өзіңді түзейтін заман. Бүгін біліммен жарысатын заман. Бүгін сен намысты болатын заман. Сен біліміңмен, намысыңмен, тектілігіңмен, өзінің байлығыңмен, ақылыңмен, күшіңмен қазаққа еңбек ететін заман. Біз елді осылай сақтаймыз. Міне жігіттер, сендердің бабаларың осындай болған. Біз солай жүруіміз керек. Басымызды көтеріп, мына жерді құрметтеуіміз керек. Мына қазақтың жерін біз сүюіміз керек. Егер сен ертең дворник болсаң, жігіттер, сен махаббатпен сыпыр жерді. Өйткені сен біреудің жерін сыпырып жатқан жоқсың, сен өзіңнің жерін сыпырып жатсың. Бұл жерде сенің бабаң кезінде қанын төккен, сенің анаң, апаларың осы жерде жасын төккен. Осы жерді қасық қаны қалғанша қорғаған жігіттер. Бұл біздің жеріміз, Аллаға шүкір.